Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен трюфель печеньесінің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді әрі қарапайым рецепт. Оған біз миксер, венчик еш нәрсе қолданбаймыз. Бізге қажетті заттар: 3 жұмыртқаның піскен сарысы, үй температурасында тұрған жұмсақ сары май, қант, ас содасы және де ұн қажет болады. Барлық қажетті заттарды мен видеоның астына жазып қоятын боламын. Егер де қызық болса, менімен бірге соңына дейін қалыңыздар. Май мен сарыуызға қантты қосамыз. Бәрін бірге араластырып аламыз. Ас содасы, електен өткізілген ұнды ақырындап саламыз. Қорықпай, осылай елей беруге болады. Мінеки достар, қамырымыз осындай болып шықты. Қолға мүлдем жабыспайды. Трюфельдарымыз піскен соң, бізге осындай посыпка қажет болады. Яғни осымен өте дәмді, ерекше дәм болып шығады. Менде мұнда 2 ас қасық қант пен 2 ас қасық какао араластырып алдым. Піскеннен кейін сыртына себетін боламыз. Және де бір айта кететін жайт: осы печеньені істеп жатқан кезде арасына өздеріңізге ұнайтын жаңғақ, арахис немесе миндаль жаңғағын салсаңыздар, өте дәмді, жақсы болып шығады. Дәмі ерекше болады. Ал достар, қамырымыз дайын болды. Енді ақырындап жасап бастаймыз. Менде мұнда арахис арасына салып, трюфельдің формасын беретін боламыз.
Мінекей достар, осылай дайындап алдық. Мынандай формамен істедім. Сіздер қалауларыңызша жасауларыңызға болады, басқа форма болса. Бірақ дәмі өте керемет болып шығады. 200 градуста қызып тұрған духовкаға печеньемізді саламыз. 20-25 минутта пісіріп аламыз. Және де осындай формада жасауға болады. Домалақ етіп, одан кейін шанышқымен осылай. Тез әрі оңай. Егер де трюфель жасамайым десеңіздер, трюфель формасында осылай етіп жасауларыңызға болады. Мінекей трюфельдеріміз дайын болды. Қатты қызартпаймыз, кішкене сарғайғанша. Ыстық күйінде тез-тез осылай жаңағы присыпкамызға аунатып аламыз. Мінекей. Қолмен істеген ыңғайлырақ. Мінекей достар, осындай әдемі болып шықты. Өте дәмді.
Мінеки достар, сіздерге көрсетейін шыққанын. Өте жұмсақ, дәмді. Өте дәмді, жұмсақ, әрі нәзік трюфель болып шығады. Таңғы шаймен ішкенге өте керемет. Жасап көріңіздер, комментарийге отзыв жазыңыздар. Қалай шыққанын комментарийларыңызды күтемін. Өте дәмді болып шығатынына сенімдімін. Өте тез әрі дәмді болып шығатын печенье. Ешқандай көп ингредиентті қажет етпейді. Сәттілік тілеймін сіздерге. Менімен бірге болғандарыңызға көптен көп рахмет. Өте керемет. Жасап көріңіздер.